үйменен мұғалім ұстаз апайларым келіп отыр. Сол кісілерге өздерінің білімдеріңді, біліктілеріңді, жаңағы береке бірліктеріңді көрсетіп, сабағымызды бастайық. Жаңағы аналар мерекесі келе жатыр. Соған байланысты тақтада әдемі бағалы тастар тұр. Сол тастардан бір-бірден келіп таңдауға қойдыр. Бағалы тастар таңдасаңдар, астынан толып шығады. Екі оқушы келеміз, ақырын бастап. Жақсы. Келе ғой, келіп, кезекпен келіп, кімге қандай топ шықты, сол топқа барып не істейміз? Кітап қаламдарымызбен отыра береміз. Ғасырдың 20-30 жылдардағы білім беру жүйесі мен ғылым бөлімі бойынша бізде 20-30 жылдардағы 20 ғасырдың 20-30 жылдарындағы білім беру бойынша тақырыбы үйге берілген болатын. Есіңізге түсірейік үй тапсырмасын. Ойыңызды жинақтап алдық па? 20-21 оқу жылында Қазақстанда 2,5 мыңға жуық сауатсыздықты жою пункттерінде қаншама мыңдай білім алды? 7 мыңға жуық. Жақсы. Келесі. Асфендияров кім дедік? Жақсы. Орталық, қай жылдар орталық және жергілікті билік органдар қыз балалардың оқытуға көңіл бөле бастады? Сол ортасына қарай, жақсы. Кеңес билігінде 30 жылы 27 тамызда орталық атқару комитеті мен халық комиссарлар кеңесінің жалпыға бірдей бастауышты оқытуда неше жастан бастап балаларға? 8 жастан бастап, Кезекпен айтайық па? Хормен айтып жатырмыз, ...20-21 оқу жылында Қазақстанда қанша мектеп жұмыс жасады? 2410. 2410. Қай жылы түрксіб жұмысшылар үшін сауатсыздықты жою пункттері ашылды? 27-31 жылдары. Жақсы, дұрыс. Жоғары білімді мамандар негізінен қай қалалардан оқып білім алды? Жанет, айта ғой. Мәскеуде, Ташкентте, Ленинградта. Жақсы. Мәскеу, Ташкент, Ленинград қалаларында дейді. 28 жылы өлкеде қанша кітап қоры мен кітапхана жұмыс жасады? Өлкеде. Орталық 1523,4 мың кітап қоры, 488,3 мың кітап қоры, 236 кітапхана жұмыс істеді. 655,3 мың кітап қоры, 236 кітапхана жұмыс істеді. Қанша? 488 мың кітап қоры дейді. Жақсы, дұрыс екен, Жанерке. 40 жылдардың басына қарай еліміздің мектептегі балалардың саны қаншаға жетті? 1 миллионға. Алдияр, дұрыс айтып отырсың, 1 миллионға жеткен екен балалардың саны. Қай жылы халық комиссарлар кеңесі сауатсыздықты жою туралы декретке қол қойды? 1921. Дұрыс па? Нұржан? 1919 жылы екен. Жақсы. Сонымен балалар бізде барлық сұрақтар дұрыс, үй тапсырмасына жақсы жауап бердіңдер. Енді бізде балалар мына жерде кімнің суретін көріп тұрмыз? Кімнің портретін көріп тұрмыз? Қаныш, кім танып тұрмыз? Қаныш Сәтбаевты. Ендеше балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз Қаныш Сәтбаев жан-жақты ғалым.
Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымының дамуындағы рөліне баға беру. Қаныш Сәтбаевтың Қазақстан өнеркәсібі мен ғылымын дамытудағы рөліне баға бере отырып, біздің зерттеу сұрағымыз Қаныш Сәтбаев феномені неде? Енді феномен деген сөз, балалар, сендерге бұрыннан таныс па? Кім біледі? Феномен деген не? Қандай мағына білдіреді? Айта ғой, Алгатия. Феномен деген дара, тұлға, ерекше адам. Дұрыс айтасың. Дара, тұлға, ерекше. Құбылыс деп айтады не философиялық терминде? Құбылыс деп. Яғни бұл кісі ерекше. Қаныш Сәтбаевты неге біз дара тұлға дейміз? Неге ол кісі қазақ тарихында, қазақ қоғамында ұлы тұлға, жан-жақты тұлға екендігі біз бүгін танысамыз. Және де бүгінгі сабағымызда балалар біз геология, минералогия деген жаңа сөздермен танысамыз. Енді сендер бұрыннан танысыңдар, бірақ тағы да тоқталып кетейін. Геология деген жердің қыртысы және ішкі қабаттарын, олардың құрамын, құрылысын, қозғалысын, даму тарихын зерттейтін ғылым екен. Ал минералогия болса, жаңағы минералдың құрамын, қасиетін, пайда болуын зерттейтін ғылым екен. Жалпы минералогия ғылымының басты мақсаты минералдық шикізат кендерді іздеу, барлау, бағалау, байытудың ғылыми негізін анықтау және оны халық шаруашылығында пайдалану екен. Сендерге Сәтбаев дара тұлға деген бейнебаянды қазір ұсынамын. Бейнебаянды жақсылап көреміз. Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не? Ол туралы не білесің? Қаныш Сәтбаевты ғалым ретінде кім таниды? Қаныш Сәтбаевтың геологиядан тыс қандай еңбектері бар? Қаныш Сәтбаев кім? Ол туралы не білесің? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақстан геологтары ғылыми мектебінің негізін қалаушы, Қазақстандық металлогения ғылымының негізін салушы. Туған жері бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін ауылы, қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ геолог балалар араб, парсы тілдерінде оқыған. Бұдан кейін 2 жыл жаңағы Павлодардағы орыс қазақ мектебінде оқуын жалғастырады. Әкесі қарсы болады, әкесінің қарсылығына қарамастан осы оқуды жалғастырып, 14-ші жылы оқуды үздік бітіреді. Содан кейін барып мұғалімдер даярлайтын семинарияға оқуға түседі. Семей қаласына келгеннен кейін балалар, қазіргі Семейдегі педагогикалық колледж сол кезеңде 20 ғасырдың басында мұғалімдер даярлайтын семинария болған. Сол семинарияда Қаныш Сәтбаев белгілі қазақ тұлғалары Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов және Әликей Марғұлан сияқты қайраткерлермен бірге сыныптас болып бірге оқиды. 18-ші жылы семинарияны аяқтағаннан кейін дипломын алып, жаңағы мұғалім жаратылыстану пәнінен мұғалім болуды еңбек жолын бастайды. Бірақ та сол алғашқы еңбек жолын бастаған жылдары денсаулығына байланысты ауылына қайтуға мәжбүр болады. Ауылына келіп, Баянауылға келгеннен кейін ол кісі сол кезде жаңағы туберкулез ауруы, құрт ауруы дейміз, содан емделіп жатқан кезде ол кісінің өміріне түбегейлі бетбұрыс жасаған кеңес ғалымы академик Усов, Михаил Усов деген кісі Қаныштың ауылына келеді. Ауылына келіп, Усовпен танысуы Қаныштың өмірінде үлкен өзгеріс әкеледі. Математика мұғалімі болуды армандап соған дайындалып жүрген Қаныш енді жер қойнын зерттеу, жаңағы бағалы тастарды зерттеу, жер қойын зерттеу, геология, минералогия сияқты ғылым оны қызықтырып әкетеді. Сонымен Қаныш енді Томск қаласындағы
университетке дайындығын бастайды. Ал Михаил Усов болса, кішкентай ғана жаңағы ауылды жерде тұрғатын Қаныштың білімге құштарлығы, ақылдылығына таң қалады да, ол кісінің болашақта үлкен бір маман иесі болатынын болжайды. Сондықтан да Қанышпен бірге сол Баянауыл өлкейін атқа мініп аралап, жаңағы таулы жерлерде шолулар жасап, геология туралы оның қызықтыруын ашады. Сөйтіп, Қаныш біржолата жер қойын зерттеуге деген құлшынысын арттырып, бүкіл өмірлік мұраты ретінде халық игілігі үшін табиғат байлықтарын игеру ол кісіні бір сәтте жаңағы тастамайды, ойын тастамайды. Сонымен бірге балалар, ол Қаныш Сәтбаев ауылда жүріп, қазақ мектептерінде білесіңдер, 20 ғасырдың басында оқулық жетіспейді. Сондықтан да денсаулығына қарамастан алгебра оқулығын жасады қазақ балаларына арнап. Және де ол оқулығын балалар 26 жыл аяқтап шығады, бірақ та өкінішке орай ол оқулық баспадан шықпайды, тек қана қолжазба ретінде сақталған екен. Томскі оқу орнында оқып жүрген кезде ол кісі Томскі қаласы сол кезде Ресейдің Европалық бөлігінде орналасқан жоғарғы деңгейде білім беретін үлкен оқу орны болды. Бұл қалада оқу ол кісіге өте ауыр болады. Өйткені денсаулығына да байланысты. Сол кезде ол кісіге қолдау білдіріп тұрған жаңағы Усов болады, үнемі үйіне шақырып. Диплом алуға дейін біраз тағы сырқаттанып ауылына қайтады, бірақ та өзінің көздеген мақсатына жету үшін ол кісі ауылда жүріп жоғарғы теориялық білімдерді игере отырып, 26 жылы институтты үздік бітіріп шығады. Осы кезеңнен бастап балалар еңбек жолы басталады екен. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың негізгі еңбегі осы минералогияны зерттеу. Мына жерде сендерге мынандай бір минерал тас дайындап әкелдім. Сонымен бірге Қаныш балалар тек қана кен, минералогия, геология саласын ғана меңгермей, қазақ тарихын өте жақсы жетік меңгерген екен. Ол кісінің қызығушылықтары өте жоғары болған. Міне балалар, мына жерде жаңағы минерал. Біз қазір тағы да танысамыз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты балалар мәңгілік есте қалдыру үшін Қаратау жотасынан табылған осындай минералға Сәтбаевит деген ат берілген екен. Яғни ол кісінің атында жаңағы осындай минерал бар. Минерал қозғалады, үзілісте келіп көрулеріңе болады. Одан кейін жаңағы бір ғаламшар берілген екен. Қаншама ол кісінің атында бір қаланың аты бар, Сәтбаев қаласы, көшелер бар, проспектілер бар екен. Сондықтан да біз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевты балалар дара тұлға деп айтамыз. Енді мына жерде қазір сендерге мынандай тапсырма болады. Осы тапсырма бойынша тез-тез түсінгендеріңізді айтып жібересіздер. Одан кейін біз топтық жұмыс жасаймыз. Мен қазір топтық жұмыстың тапсырмаларын беріп қояйын. Бірінші топ бізде. Әзірге тапсай бересіздер. Балалар, бір сәт тақтаға қарап жіберейік. Қаныш Сәтбаев туралы қызықты деректердің дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз. Көрініп тұр ма? Мен оқып жіберейін. Жақсы, мынаның ішінде қай дерек дұрыс балалар? Сәтбаев атындағы университет қала көшелері бар ма? Дұрыс па? Қол көтеріңізші. Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрысты ендеше былай басайық. Жақсы. Негізгі мамандығы дәрігер дейді. Дұрыс па, Қаныш Сәтбаев дәрігер ма? Дұрыс, қате екен, иә? Қазақтан шыққан тұңғыш академик. Дұрыс, жақсы. Ол араб парсы тілдерінде оқыған. Дұрыс, Бекжан аға. Қазақ мектептеріне арнап алғашқы география оқулығын жазған. Дұрыс па? Бұрыс екен. 1911 жыл туған дейді балалар. Қате екен. Баян қобызда ойнапты. Жезқазған мысық кен орнын зерттеген. Дұрыс.
Қазақ Ғылым Академиясының тұңғыш президенті. Дұрыс. Қарағанды тас көмір алабы, Қаратау полиметалл кендер жөнінде ғылыми маңызды еңбектер жариялаған. Бейне сабақта болды, сені жақсы. Қаныш Сәтбаев ашыққан есіз қалған ауыл балаларына өз көмегін көрсетті. Баян, енді мына жерде біз бұрыстарды табайық, негізгі мамандығы дәрігер емес, Ақтөбе облысында тумаған, қазақ мектептерін арнап география оқулығын жазды ма, қай оқулық жазды? Алгебра оқулығын жазды. Жақсы, 1911 жыл туған. Баян қобызда ойнаған. Жақсы. Жақсы балар. Енді біз кішкене қайталап алдық. Алған білімдерімізді тапсырма көп. Оқулықты ашамыз, оқулық мәтінін пайдалана отырып, жаңағы жұмыстанамыз. Сәтбаевтың зерттеген еңбектері, кесін картада Сәтбаевтың зерттеген кен орындарын аумағын белгілесіндер. Кесін картасы ауданында мөлшермен бүйтіп дөңгелектеп белгі салсаңдар болады. Көмектесеміз, шартқа көмектесеміз. Жан-жақты ғалым болған дәлелді сипаттарды Қаныш Сәтбаев туралы кластер құрып жатыр. Екінші топ Сәтбаевтың зерттеу еңбектерін кескін картада белгілеп, негізгі еңбектерін жазып жатыр. Үшінші топ ғалымның ұрпақтар жанындағы алар орны қандай екенін анықтап, ғалымның Қазақстан өнеркәсібін дамытуға қосқан үлесіне баға беріңіздер. Үшінші топ. Что полностью?
болған топ тапсырмаларыңды картаға іле береді. Тұрған болыңдар ғой, біле береді. Келесі топ. Ал енді балалар түгел бірімізді тыңдаймыз, иә? Бірінші топ бастай қойыңдар. Қаныш Сәтбаев тарих, өнерді, әдебиетті жақсы білген. 1899 жылы 12 сәуірде Павлодар уезінде Ақкелін ауылында дүниеге келген. Ол Семейде мұғалімдер даярлайтын училищесінде оқыған және бастауыш білімді ол ауыл молдаларынан алған. Жақсы. Қаныш Сәтбаев ол жан-жақты ғалым, дара тұлға. Ол кісі геология, минералогия ғылымының докторы болған, академик, профессор, этнограф, фольклор, Қазақстан тарихын жетік меңгерген. Және де ол араб, парсы тілдерінде жақсы білген. Қаныш Сәтбаев көптеген жан-жақты болған, және де оның атында қазір көптеген қалалар, көшелер бар, оқу орындары бар, көптеген жерлер бар. Және де бір планетаның атауын Қаныш Сәтбаевқа берген. Ғаламшардың. Содан кейін минерал Сәтбаевит минералы атау берілген. Жақсы. Сұрақтарың бар ма бірінші топқа балалар? Жақсы, отырамын. Келесі екінші топ. Ол жезқазған мыс кен ауданы және оның минералды ресурстары, Қазақстанның минералды ресурстары және олардың 20 жыл ішіндегі игеру, 20 жыл ішінде аксистеріндегі зерттеген жұмыстар бар. Еңбектері негізгі еңбектер екен, картадан көрсетуге болады, иә, Нұржан? Қаныш Сәтбаев жезқазған мыс кен орындарын ашқан. Оның бастамасы бойынша солтүстік батыс Қазақстан облысында Торғай мен Мұғалжар аудандары және Маңғыстау облысындағы Маңғыстау жерлері зерттелген. Жақсы, өте жақсы екен, отыра қойып зерттей аласың, иә? Нұржан, міне батыс Қазақстан, Орал өңірлері, Маңғыстау және орталық Қазақстан екен, негізгі зерттеген аймақтар. Жақсы, келесі. Қаныш Сәтбаев ұрпақтың жанында мәңгі қалды. Ол жер қойнауын зерттеді және Қазақ ғылым академиясын құрды. Ол ауыл оқушыларына арнап алгебра оқулығын жазып шығарды. Қаныш Сәтбаев геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ КСР ғаны ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті. Ол өмірін ғылымға арнаған болатын. Қаныш Сәтбаев еңбектері ол Қазақстанның индустриялық және ғылыми дамуына зор ықпал еткен. Оны ұлт мақтанышына айналдырды. Қаныш Сәтбаев ол қазақ халқының есімінде мәңгі қалады. Жақсы, өте жақсы дайындалған екен, иә? Көрсетіп қоямыз. Сонымен балалар, біз таныстық, иә? Қаныш Сәтбаевтың жан-жақты ғалым екендігін. Енді өздерінің телефондарыңды алдарында QR код тұр. Сол QR кодпен балалар, WordPol платформасына кіріп, мына QR кодпен WordPol платформасына кіріп, Қаныш Сәтбаевтың жан-жақты ғалым екендігін қаншалықты білгенімізді шешіп көрейік. Балалар, бұл жерде бір ерекшелік
жеңімпаз болады екен. Тақтаға біреуімізге орындаймыздар. Кім тақтаға келеді? Кім? Нұржан келші, тақтаға келіп орындайды. Қалғанымыз орнымызда телефонды бере орындайды. сыйлық берілді 1942 жылы. Келесі қай оқушы келеді? Кім келеді балалар? Келе ғой, Жәнетке. Тез. 46 жыл маусымда құрылды. 46 жылы маусымда. Қырыңнан тұрады. Біреуін басы бір. Келесі кім келеді? Тез. Металлогендік болжамдық карта жасаған үшін Лениндік сыйлық берілген ғалымдардың бірі. Томск технология тау-кен факультетіне оқуға түскен жыл қай жыл? 26. Иә, басайды. Қаныштың азан шығарып қойған есімі. Халтуған. Ең жоғары балды алды. Келесі. 1926 жылы Қаныш Имантайұлы тағайындалған қызмет саласы. Қай жерде жұмыс істепті? Ғалым ұлттау жезқазған мыс кен орнын ашқан үшін қандай орденмен марапатталды? Лениндік орден. Қол көтерейік, кім болды? Қаныштың геолог мамандығын таңдауына әсер еткен Михаил Усов. Жақсы. Сонымен қанша? 1200. Жақсы, Бекжан. Балға қанша екен? 1150 балға не істеді? Жақсы. Ал отырамыз. 1150 ұпай жинамыз бал. Кім? Жәнетке қанша? Қазір балалар өздерінің алдарында бағалау парақтары тұр ғой, сол бағалау парақтарына сабақты қалай меңгерген кезде осы балдарды не істейсіңдер? Ескер. Мен мынандай тапсырма берем. Мына пазлдарды тез тұрап жіберіңдер. Пазлдарды тұрап жіберейік, тез. Болды, Нұржан. Қоямыз. Келесі тапсырмаға көшті. Пазлдарды құраймыз. Тез кім құрақ болды, қол көтеріп жауап берулеріне болады. Жақсы, кен орнын ашу. Келесі. Кім? Айым оқи қой. Қаныш Сәтбаев тек ғылым саласында ғана емес, есімі Қазақстандағы көптеген мектептер, университеттер, көшелер мен алаңдарға берілген. Жақсы. Кім оқиды? Малын. Құдайым. Айым. Оқыш. Кез. Оқи қой. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геология, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, ғылым академиясының академигі болған. Жақсы, келесі. Үміт, оқи қой. Бекжан оқыш. Оқы. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев геология, минералогия, Қазақстанның ғылымы дамуына үлкен үлес қосқан ұлы ғалым. Ұлы ғалым екенге. Жақсы балалар, сонымен біз Сәтбаевтың жан-жақты ғалым екендігін естедік, білдік. Сабағымыздың басында зерттеу сұрағымыз қандай еді? Қаныш Имантайұлы Сәтбаев феномені неде? Енді біз ол кісінің жан-жақты ғалым екендігін білеміз ба? Оған дәлел не? Ол кісі
туған тарих. Ол кісі көптеген салаларды меңгерген, Қазақстан тарихын меңгерген, араб-парсы тілдерін білген, этнограф, академик, профессор, геология, минералогия ғалымы, алгебра оқулығын жазған. Жақсы, алгебра оқулығын жазған. Тағы да кім алып қосады? Бар ма? Жер қойнауын зерттеп, тағы да Жезқазған кен орындарын ашты. Жезқазған кен орындарын ашты. Тағы да ортамыз тоқтан. Алихан, не айта аласың? Қаныш Сәтпаев туралы. Отыра орнынан тұрып айта аласың? Ұлы ғалым, қазақтан шыққан бірінші академик, тұңғыш академик екен. Жақсы бала. Енді сабағымызды бекітейік. Сонымен Қаныш Сәтпаевтың феномені неде екенін анықтадық. Енді конверттегі сұрақтар, мен сұрақты оқимын, сіз жауап беріп жүреміз, балалар. 1926 жыл Қазақ АКСР халық шаруашылығы орталық кеңесінің ұйғаруымен қандай қызметке ұсынылды? Қай жерге ұсынылды? Атбас Атбас қызметке. Жақсы. Келесі. Қаныш Сәтпаев қай қалада ескерткіш орнатылған ол кісіге? Тағы да Астана, Алматы қалаларында. Жақсы. Сәтпаевтың ғылыми зерттеу жұмыстарына қосқан үлесі үшін қандай марапаттарға ие болды? Ленин атындағы неге? Орденге және де одан басқа да бірнеше нелері бар. Ордендері бар екен, е. Сәтпаев семейде қазақтың қандай зиялыларымен бірге оқыған? Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Жүсіпбек, Аймауытовтармен, е. 46-52 жылдар Сәтпаев қандай қызмет атқарған? Ғылым академиясы тұңғыш президенті екен, және де осы ғылымды өзі ең алғаш ашқан екен, академияны ашқан екен. Жақсы. Ертіс Қарағанды каналын салу кімнің несімен тығыз байланысты болып тұр? Жақсы балалар. Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың балалар өзінің айтып кеткен ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен қарасаңыз, сөз жоқ, жеңіске жетесіздер деп Сәтпаевтың өзі айтып кеткен екен. Ендеше ол кісі бүкіл өмірін өзінің жаңағы еңбекке баулыған екен. Ал Мұхтар Әуезов болса, Қаныштың шықпаған шыны жоқ. Ол кісі тек қана геология, минералогия, жаңағы тау-кен ісіне емес, ол кісі тарихшы да болған екен, фольклор танушы да болған екен, этнограф та болған екен, және де араб, парсы тілдерін білген екен, бірнеше тілді. Және де өздерің видеодан көргендей, ол кісі жаңағы жетім балаларға көмек көрсеткен, көмек ұйымдастырған екен. Білесіңдер, е, қазақ тарихында 1930 жылдары үлкен ұлы нәубет болған. Сондықтан да Мұхтар Әуезовтың сөзімен айтқанда балалар, Қаныш Сәтпаев жан-жақты тұлға, дара тұлға, қазақтың феномені екен. Түсінікті ме? Бүгінгі сабақта балалар, енді жұмыс атқардық. Сабақ ұнады ма өздеріне? Кері байланыс жасап жіберейік. Кері байланыс жасап жіберсе, алдарында өздерін бағалайтын бағалау парақтары тұр. Сол бағалау параққа өздеріне бал қойып шығыңдар. Тез аттарыңды жазып, есімдеріңді жазып. Есімдеріңді жазып, тез айтып беріңдер. Кім айтады? Айта қойшы, орнынан айта қой. Өзіңе неше бал қойдың? Мен өзіме бүгінгі сабаққа 9 бал қойдым. Жақсы. Себебі мен топтық жұмысқа қатыстым, сұрақтарға жауап бердім. Жақсы. Екінші топтан кім айтады? Және айтып жүрші, үшінші топтан. Мен бүгінгі сабақта өзіме 9 бал қойдым. Себебі мен бүгін еліміздің тарихын және көптеген нәрселерді білдім. Жақсы. Алихан неше бал қойдың өзіңе? Мен өзіме 9. Жақсы, өзіңе 9 бал. Жақсы балалар, орнымыздан сабаққа кері байланыс жасап жіберейік. Не сабақты толық түсінді дегендеріңіз, түсінбедім сұрақтар бар дегендер өздері қойып жүріңдер. Біреуге басып жүріңдер. Алдияр толық түсіндің ба? Мен сұрақтан бәрі. Жақсы, келесі сабақта жалғастырамыз, сұрақтарың бар болса, е? Жақсы. Келесі. Келе ғой. 5 оқыдың ба? Жаңғар кеш. Толық түсіні, Заңғар толық түсініпті, Нұржан.
жақсы қалғанымыз сабақты түсінген сияқтымыз, иә? Сабақ аяқталды. Өзімізге шығуларына болады. Жаңағы бағалау парақтарында қойып кетіңдер, иә? Есімдеріңді жазып қойыңдар ғой.